Сәлем, қалайсыңдар? Кішкентай мұғалім каналына қош келдіңдер. Осы каналдың және де осы курстың арқасында математикаға деген қызығушылықтарың артады деп үміттенемін. Осы курсымның басталуына жарнамалап қолдау көрсеткен Данияр Есен ағамызға, Гүлназ Әлімгерей әпкемізге, Айнұр Қуат әпкемізге және Мега бала дамыту парақшасына және менің видеома лайк басып, күшті пікір жазған барлық оқырмандарыма үлкен рахмет айтқым келеді. Ал ендеше аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Балалар, бүгін біз санауды үйренеміз. Бір затты санаған кезде сол заттың қанша екенін білеміз. Заттарды санағанда бір санынан бастап санайды. Мысалы, адамдарда қанша мұрын болады? Санап көрейікші. Бір. Бір. Басқа мұрын жоқ. Яғни адамдарда бір мұрын болады екен. Ал сенде қанша мұрын бар? Видеодан кейін санап көр, жарай ма? Ал енді балалар, көзімізді санап көрейік. Жаңа айтқанымдай бірден бастап санаймыз, Ал кеттік, бірге санайық. Бір, екі. Менде екі көз бар екен. Ал сенде неше көз шықты? Мынау не балалар? Қанша басы бар өзі? Санап көрейікші. Бір, екі, үш. Мәс саған. Мынау үш басты айдақар ғой. Үшті, менің де үш басым болса ғой шіркін. Ал енді көзіңді жұмшы балақай. Жұм көзіңді. Әлей, хоп, аша бер. Қалай, қанша мұғалім көріп тұрсың? Санап көр. Немесе бірге санайық. Бір, екі, үш, төрт. Мінекей, үш басым болмаса да, есесіне төртеу болып кеттім. Қайда жоғалып кеттіңдер? Маған көмектеспейсіңдер ма не? Бопты. Балалар, біз ең алғаш рет саусақ санап үйренгенбіз. Бір қолымыздағы саусақтарды санап көрейікші. Қане бірге? Бір, екі, үш, төрт, бес. Бәрекелді балалар. Бір қолымызда 5 саусақ бар екен. Балалар, біздің жерімізде қанша құрлық, яғни қанша материк бар, кім біледі? Мінекей, біз тұратын материк Евразия материкі. Мына жерде Африка, сосын Австралия, ешқашан жаз болмайтын материк Антарктида, мына жағымызда Солтүстік Америка, ал мына жерде Оңтүстік Америка материгі. Енді барлығын санап көрейік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Достар, жерде 6 материк бар екен. Ал енді 6-дан кейін қандай сан достар? Дұрыс айтасыңдар, 7. Бір аптада қанша күн бар достар? 7 күн бар екен. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Мінекей, бір аптада 7 күн бар екенін санап біліп алдық. Ал енді 7-ден кейін қандай сан достар? Дұрыс айтасыңдар, 9. 9? Кім айтты 9 деп? 7-ден кейін 8 деген сан бар. Ал 8-ге байланысты не бар еді? 8 аяқ. Осы 8 аяқтың аяғы шынымен де 8 бе? Санап көрейікші достар. Қане? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шынымен де 8 аяғы бар екен. Ал енді 9-ды үйренеміз. Әлбетте 9 санын 9 құмалақ ойынымен үйренеміз. Бұл қазақтың ұлттық үстел ойыны балалар. Санауды үйренуге, логиканы дамытуға арналған күшті ойын балалар. Бұл ойынның 9 ұяшығы болады балалар. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы әр ұяшыққа 9 тастан салынады балалар. Ал енді балалар, оң қолында 5 саусақ, сол қолында 5 саусақ, екеуін қосқанда 10 саусақ. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал енді кер санап көрейік. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мінеки балалар, сабақ ұнады ма сендерге? Ұнаса лайк басыңдар, ұнамаса да лайк басыңдар. Ал енді балалар, сендерге тапсырма. Дәл қазір үйдің ішінде қанша есік бар, қанша терезе бар, неше орындық бар, қанша адам бар, қанша құлақ, неше көз бар екенін санап комментке жаз. Бірінші болып жазған 10 комментарийді сторизге салам. Ал ендеше келесі видеомда жүздескенше.